Проблеманы айқындау жолы. Проблеманың айқындау жолында мұғалім өзіндегі өзекті проблемалардың барлығын тізімін жасау керек. Соның ішіндегі проблеманың өзінде айқындау керек. Ол проблема, мысалы, баланың бойындағы проблема отбасы жағдайындағы мәселелерге байланысты шығар. Ал егерде сіздің тікелей өзіңіздің пәніңізге қатысты болса, сол проблема төңірегінде сіз жұмыс істеуіңізге тура келеді. Яғни проблеманы нақты айқындауды ол мұғалімге байланысты. Бұл жерде проблеманы айқындаудың жолдары бар. Яғни сауалнама алу керек, сұхбат жүргізу арқылы сол дәлелді болу керек проблема. Зерттеу сұрағы дегеніміз не? Ол қандай болу керек? Зерттеу сұрағы проблеманы шешуге бағытталу керек. Мысалы, сіз енді проблеманы айқындап отырсыз, анықтап отырсыз, сауалнама алдыңыз, баламен сұхбат жүргіздіңіз. Яғни сіздің пәніңізге қатысты сабақтағы проблема туындап отырса, сіздің зерттеу сұрағыңыз соған бағытталу керек. Және зерттеу сұрағындағы қоюдың ең басты нәрсесі, мысалы, зерттеу сұрағын қойғанда, оған иә не жоқ деген жауап болмау керек. Яғни сіздің зерттеу сұрағыңыз нақты ары қарай зерттеуді, іс-әрекетті зерттеуді дұрыс жүргізуге бағытталу керек. Мысалы, сіздің пәніңізде оқушының белсенділігі төмен, ол сабаққа деген құлқы мүлдем жоқ, сіз зерттеу сұрағын қоясыз. Оқушының сабақтағы белсенділігін қалай арттыруға болады? Осы төңіректе, немесе оқушының оқылым дағдысы нашар ма, оның оқылу дағдысы бар, бірақ айтылым дағдысы нашар ма, оқушының пәндегі айтылым дағдысын қалай дамытуға болады деген сұрақ қоясыз. Сол төңіректе ары қарай зерттеуді жүргізесіз. Яғни зерттеу сұрағы проблеманы шешуге бағытталу керек. Практикаңызда жүргізген іс-әрекетті зерттеу туралы айтып кетсеңіз. Менің практикамда жеке іс-әрекетті зерттеуде болды, әріптестермен бірлескен іс-әрекетті зерттеу жүргізуде болды. Енді соның жеке іс-әрекетті зерттеуге тоқтала кетсем, менде бір оқушының белсенділігін арттыру бойынша проблема туындады. Өйткені ол оқушы сабаққа мүлдем қатыспайды, тіпті қол көтермейді, формативті бағасына да ешқандай қызығушылық танытпайды, сабақтағы тапсырманы талап еткенде ғана орындайды, әйтпесе орындамайды. Сондықтан мен ол баланы зерттеуге алдым. Сонда менің зерттеу сұрағым, яғни мен сауалнама алдым, сұхбат жүргіздім. Соның нәтижесінде мен ол баланың проблемасы бар екенін айқындағаннан кейін зерттеу сұрағын оқушының белсенділігін қалай арттыруға болады деп алдым. Зерттеу сұрағын алғаннан кейін мен өзіме міндеттер қойдым. 6 міндет қойдым да, сол 6 міндетті күнде сол сыныпқа сабаққа кіргенде өзіме түртіп отырдым.